Тақырыпты жалғастырамыз. Саммит аясында 5 елдің президенттері Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға қол қойды. Осылайша 20 жылдан астам уақыт түйіні шешілмей келген мәселеге нүкте қойылды. Сондай-ақ 5 елдің ведомство басшылары үкіметаралық келісімдерді бекітті. Оның ішінде қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық, терроризм мен ұйымдасқан қылмыспен күрес және шекара ведомстволарының өзара іс-әрекет етуіне қатысты құжаттары бар. Толығырақ тілші баяндайды. Каспий тағдыры жазылған конвенция бірқатар ережелерді қамтиды. Тарихи маңызы бар құжатты 5 елдің президенттері бекітті. Тәртіп бойынша тараптар көк айдынды дамыту, оның табиғи байлығын сақтау сияқты мүддені ұстанды. Қазақстан президенті конвенцияны Каспий теңізінің конституциясына балады. Поздравить всех нас. Конвенцияны Каспий теңізінің конституциясы деп айтуға болады. Құжат теңіз жағалауындағы мемлекеттердің құқықтары мен міндеттеріне байланысты барлық мәселені шешуді көздейді. Әріптестерімді конвенцияға қол қоюымен және осы жерде қол жеткізген барлық келісімдердің басталуымен құттықтаймын. Конвенция Каспийдің акваториясы мен оның түбін пайдалану, биоресурстарды қорғау, балық аулау, сонымен қатар теңіз асты мен құбыр тартуға қатысты ережелерді қамтиды. Құжатта көпшіліктің көкейінде жүрген Каспийді бөлу мәселесі қарастырылған. 5 елдің президенті Каспий теңізінің үстінің негізгі аумағы мемлекеттердің ортақ пайдалануында қалады деп келісті. Ал теңіздің түбі мен байлығы көрші мемлекеттер арасында халықаралық құқық негізінде учаскелерге бөлінеді деп шешілді. Сондай-ақ конвенцияға сәйкес Каспийде өңірлік державалардан бөлек басқа елдердің қарулы күштерінің болуына жол берілмейді. Теңіздегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ондағы ресурстарды басқару жауапкершілігі барлығымыздың мойнымызда. Ең бастысы тасымал жүйесін жақсы жолға қою керек. Егер теңіздегі тауар тасымалы жақсы дамыса, елдер арасындағы сауда-саттық көлемі де ұлғаяры сөзсіз. Сарапшылардың айтуынша жаңа келісім аясында әрбір тарап экономикалық және геосаяси жағынан ұтпаса ұтылмайды. Каспий айналасындағы әріптестіктің басты негізгі қағидаттары бекітілген. Оның ішінде Каспий теңізінде әріптестік пен тату көршілікті құру, екіншіден Каспийді тек бейбіт мақсатта пайдалану, үшіншіден ол Каспий айналасында тиімді экономикалық әріптестік құру үшін қажетті жағдайлар туғызу және одан бөлек Каспийдің экологиялық жүйесін және биоресурстарын сақтау бойынша тараптар өз мойнына міндеттемелер алады. Сондай-ақ саммит барысында 5 елдің ведомство басшылары да үкіметаралық келісімдерге қол қойды. Олар шекаралық ынтымақтастық пен өзара іс-қимыл, сауда-экономикалық байланыс, көлік саласы мен көк айдындағы жанжалдарды болдырмау, Каспий теңізінде лаңкестікпен және ұйымдасқан қылмыспен күресуге бағытталған. Бұл Каспий бестігінің бірлесіп жұмыс істеуіне жол ашады. Егер мемлекеттеріміз өзара түсіністікте болмаса, біз бүгін осындай нәтижеге қол жеткізе алмас едік. Бір күнде маңызды құжаттар қабылданды. Бұл үлкен еңбектің нәтижесі. Енді елдеріміз әрі қарай бұдан да жақсы қарым-қатынаста болады деген сенімдеміз. Қабылданған құжаттар бойынша көршілес елдердің байланысы нығаймаса кемімейді. Каспий бестігінің көздегенде осы. Айман Нұрмағамбет, Саламат Қайыпов, Каспий ақпарат.